Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода біз осы жаңадан шығатын обнова жайлы айтатын боламыз. Біз бұл обновада осы 8 күннен кейін бітетін пропуск жайлы айтатын боламыз. Ал ең алдымен осы пропуск жайлы бастайын. Бұл пропуска міне осы экранда көріп тұрғандарыңыздай осындай дракон болады. Ал бұл перед заказ жасасаңыздар стенка тегін. Ал осы пропуск осындай. Ал екінші затымызға келетін болсақ, бұл супермаркет болады. Бұл супермаркеттің ең ерекшелігі, бұл бірінші суреттегідей единорог болады. Бұрынғы наборлар болады. Бұл бірінші бір набор алатын болсаңыз сізге 50% скидка, ал 2 набор алатын болсаңыз 60, 3 набор 75 болып өзі көтеріле береді. Сол секілді осындай тайни магазин басқаларда шығуы мүмкін. Мен басқасын таппадым, бірақ әзірше осыны ғана тапқан болатын. Ал бұны индонезиялық басқа адамдардан алған, басқа ютуберлер де осындай түсіріп жатыр. Ал бізге бұл примерно бір 15 күн ішінде келуі мүмкін, пропускадан кейін келуі мүмкін. Ал енді екінші жаққа келетін болсақ, бұл бізде тайни магазин жақты, бірақ бұл жерде ауыстырамыз. Бұл пушкаларды адам өлтіріп па бір нәрсе қылып жинаймыз. Сосын оны эмоцияларға, тағы да басқа заттарға ауыстырамыз. Бұны мен индонезиялық аккаунттан алдым. Бұл индонезияның аккаунтында бұлар бізден 15 күн бұрын ерте шығады. Сол себептен де бізден кейін 15 күн ішінде келуі мүмкін. Бұл жаңа заттар бізге келуі мүмкін. Ал келесісі ол бізде стенка. Бұл стенканы көп ютуберлер жаңағыдай донат жасаған кезде, сіздерге донат жасаған кезде ғана аласыздар деп айтуда. Бірақ менің ойымша бұл перед заказ кезінде ғана берілетін пропуска. Пропускадан перед заказ жасаған кезде ғана келетін стенка деп ойлаймын. Ал сіздер өздеріңіз ойларыңызды комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Ал енді мен тағы бір айтқым келетіні, ол аяқ жағында бір көрсетем сурет. Бұл шын ба, өтірік па, точносын білмедім, бірақ бұл мықты зат. Ал келесісі ол осындай набор. Бұл олдың наборы, бұны алмазды джекпотта шығады деп айтқан болатын. Бұл шын өтірік екенін білмедім, бірақ бұл жақында шығады деген тоже Индонезияның аккаунтынан алынған сурет. Ал келесі бізде ол міне осындай лутбокстар. Бұда біз ең басты алатындарымыз стенка аламыз. Бұл стенка лава стенка. Бұл жақында ғана осы жапкадан видео шыққан. Сол жерде де осы стенка туралы айтқан едім. Сол секілді осы стенканы осындай лутбокстарда жинау арқылы аламыз. Ал басқа да заттар осы нелерде шығады. Ал ең бастысы осы міне осындай обрез дровашқа, 2 оқ дровашқа осындай бұның урон 1, минус дальность и және перезарядка ма сондай бір нәрсесі минус. Енді осы ең көптен күткен асыға жеткен осы ең соңғы обнова, ол біздегі ескі заттар қайта келеді. Міне Скар Титан секілді осы мықты заттарды, осы бізде инкубаторда заттарды, бұрында болған заттарды осы ай сайын бір айда осындай ескі заттар шығарып тұратын осындай шығыпты. Бұл 6 айға бөлінген 6 түрлі новый заттар. Соларды 6 айда алуға болады. Ал енді осымен видеомыз аяқталды. Енді ұнаса лайк басып, комментария жазып кетіңіздер.